Жаппай көкпар әлемдік JBR рекордтар кітабына енді. Бұған дейін Республикалық Федерациясы аталған ұйымға ресми өтінім жолдаған болатын. Ұлттық спорт түріне 2 апта бойы зерттеу жүргізілген. Нәтижесінде жаппай көкпар шабандоздар саны ең көп әлемдегі жалғыз спорт түрі ретінде танылды. Айта кеткен жөн, биыл Global Best of Records ұйымы әлем бойынша 28 рекорд тіркелсе, соның 18-і Қазақстанда тіркелген. Бүгін табысталып отыр. Біздің жаңа әлем бойынша жаппай көкпарымыздың қатысушы спортсмендердің аттың үстінде спортсмендердің көптігі әлемде жалғыз спорттың бір түрі екен. Бізде өткен үлкен спорт шараларымыздың қатысушы сандары, аттардың қатысқандары, олардың YouTube'да видео роликтерін бәрі ұсынылды. 10 мыңға жуық жылқының спортшылардың бір сайысқа бір жүлдесін таласқан деген спорт деңгейінде жоқ екен. Көрдіңіз бе? Ал тіпті ұлттық спорт ойындар деңгейінде де ондай жоқ екен. Көрдіңіз бе? Және де жаппай көкпардың өзі қазір жай ұлттық спорт емес, сонымен бірге спорт деңгейіне шығып, федерациялар аккредитациясын алып, спорт ретінде олардың барлық қағидалары, барлық ережелері жазылды. Алдағы Азия ойындарында және көшпенділер ойындарында ел намысын қорғайтын спортшыларға сәттілік тілейміз.